Мынау енді ағайын ойнатып билетіп атқан той, жалпы халал той негізі көңілді өту керек қой. Әйтпесе мен бүгін Ерболат ағама рызамын, осындай пейіліне, осындай ниетіне, өзі намазхан жігіт екен, Алла ниетін қабыл етсін. Міне адал дастархан жайып атыр ғой. Негізі ойын демей ақ қояйық, бірақ мына той үлгі болатындай той ағайын. Мынау елбасыларымыз, президенттарымыз қалай деп айтады? Рухани жаңғыру деп айтады. Рухани жаңғыру дегенің әлгі Баян Есентаевалардың есіргені емес, қазақтың жігіттерінің құлақтарының кесілгені емес. Рухани жаңғыру деген міне шошқаның майын қоймай, шайтанның шайын қоймай, осындай адал дастархан жасап атқан міне Ерболат ағам шаңырағындағы той нағыз рухани жаңғыру деп білем ағайын. Міне сол үшін бір шапалақ ұрайық. Үлгі болсын осы той баршасына. Және көңілді өтсін. Енді мынау Ерболат ағамдың көп мақтады. Бұл кісі өз жаңағыдай соғыс ардагері, мен туған жылы мұзартуын ақылдасып атқан сияқты бар ғой жаңағы. Ішіндегі кенжебек мына кісі жүрген. Отыра беріңіз, мен сізді өзі просто іздеп қалам, жоқ болып кете бересіз. Осы жерде өзі аварийканы жағып отырмыз. И бұл кісінің айтам, мақтап атырмыз да. Не үшін мақтап атырмыз? Өйткені бұл кісі 50-ге толып атыр. Той осы кісінікі. Но мен конкретно айтар едім, мен Үміт апамға сол кісіге рызамын. Ол кісі қайда? Үміт апам. Үміт! Қайда ол кісі? Жақсы, қарашы, соның бір демалмай жүр. Вообще бар ғой, демалмай жүр. Той бастап, звондап, маған қайта той күшті өтсін. Бұла даже датау, мына кісі айтады, тойда ақылдасу керек, тамадан нөмірін бер десе, оны да бермей, өзім қатырғам, ресторанында өзіне, бұл кісі еще санаторийда жатыр жаңағыдай. Көрдіңіз, вообще мына әйел мықты әйел бар ғой, шапалақ ұрып қояйықшы, өте мықты әйел. Болды, бара беріңіз, соны айтайын деген мықты әйел деп. Просто айтқан, мені көбірек мақтасам қосып берем деген ақша жазып отыр. Қу дүние не істетпейді жаңағындай. Вообще бар ғой, баяғыда аталарым айтатын, вот аталарымыз біледі ғой біздің. Не деп айтты қазақтың ақсақалдары? Олар айтатын, әйелді жеңем дегенің досрочно өлем дегенің дейтін. Ол рас. Вот үйленгеннен кейін көріп атырмыз ғой, любой соғыс бітеді. Баяғыда Гитлер соғысты, Ұлы Отан соғысы болды, бітті. Ауғанстанда соғыс болды, бітті. Қазір Сирия, Америкада соғыс бітеді. Любой соғыс бітеді. Никогда бітпейтін бір ғана соғыс бар. Никогда бітпейді. Қандай? Еркек пен әйелдің соғысы. Это до того қиын соғыс, күні бойы соғысқан жауың түнде көзі бақырайып жанында жатады ғой. Ерболат аға, мен Ауғанстандағы соғысқандар ничего против неме, әңгіме жоқ, батырлық не, қиын, но мына соғыс вообще ойлашы, күні бойы соғысқан жауың сенің жанында жатыр, еще тірі. Не атып тастай алмайсың, не плен қала алмайсың. Міне отыр ғой қаншама Ұлы Отан соғысының ардагерлері, шапалақ ұруға тоқтары жетпей. Бірақ ол соғысты жеңетін бір оружие бар. Ол оружияның аты махаббат деп аталады, махаббат. И менің тілегім осы Ерболат ағамда, Үміт апамда, міне жұртқа үлгі болатындай, міне осындай махаббат болсын. Осы бір тамаша махаббатпен болып атқан тойға от души шапалақ болсын. Дұрыс па? Тағы да сөйле, тағы да сөйле, Әлібек. Серғалиев, Әлібек. Рахмет, енді мынау қадірлі ағайындар тілекті де берейін. Сөйлей беретін тамадан шақырған енді өздеріңізден. Қазақ айтады, қасқыр кінәлі сиырдың ішін жарған үшін, сиыр да кінәлі шошанда орманға барған үшін дейді ағайын. Енді кінәні бір-бірімізден іздей бермейік. Мынау бір тілекті беріп тастайық. Мынау ортаға келесі бір тілек, нағашылар бар, осы әулеттің құдалары бар, жиендер бар, туыс-туған ағайындар бар. Бір тілек, сосын бұйырса антракт жасаймыз. Ағайын, сабыр сақтайық. О, мой народ, вас тамада зовет, у каждого свой стол, у каждого свой огород, и по этим тостам вас тамада сюда зовет, ну не шумите, я же желаю всем вам счастливых дорог, я не Пушкин, я не Крылов, зачем топтать мою любовь? Вот Кажы бабушка надела свою шубу, ой, бұған ұйқас жоқ енді әрі қарай. Всех поздравляю с Днем Независимости. Если у тебя есть враг,
пожалуйста, отомсти. А вот кто-то домой торопится, пожалуйста, отпусти. Қолыңызда тұрған пакет, ұмыт кетпей үйіңізге әкет. Үйдегі барлық ағайынға большой-большой привет. Я сердцем чувствую, үстінде бауырсақ алма, а снизу ет. Почему шапалақ нет? Ал балам, көп рахмет. Жақсы бала екенсің. Атыңым Әлбек. Әлбек көп жатса, той-тойға ұласа берсін, егмегің жемісті болсын. Рахмет, сіз де жақсы кемпір екенсіз, апа. Жүзге келіңіз, жасыңыз ұзақ болсын, апа. Мені танып тұр өзі. 50 жыл бұрын бетін ашқан тамадамын ғой. Сондай шықын, сол 60-70-ке кеп бізде осылай тамада болып. Мен жаңа өзімше орысша өлеңі. Я же простой тамада. Қол соғайық ағайын асығып жатқан апама. Сөйлеген кезде тамада құлақ тұруға бола ма? Қолына пакетін не істеп жатыр? Күшті беті жаңа пакеті. Еще білдірмей кетіп барады беті жаңа көрініп қалмады. Жіптің үстімен кетіп баратқан циркач сияқты беті. Вот. Я иногда по-русски стихи сочиняю. Как хорошо сегодня нету водка. И все меня слушают четко. Танцуй, блесуй, дядька, батька, тетка. 8705 3370, это моя сотка. На этом я все, а чё шапалак джокпа. Мынау енді қадірлаған құрметті қонақтар, кез келген бастықтың енді шыны керек басқаратын кабинеті болады. Біреуіңіз пакетті шытырлатып, біреуіңіз сарқыт алып, біреуіңіз үйге кетіп атсаңыздар, ол значит бүгінгі тамада слабый бастық деген сөз ағайын. Акимат әкімнің кабинеті, мәшине шопырдың кабинеті, соғыс батырдың кабинеті, кухня қатынның кабинеті. Ал енді мынандай ресторан 250 адамды басқарған, Көкшетаудан кеп тұрған мен сияқты ақынның кабинеті ағайын. Сондықтан мына менің кабинетіме келгенде кішкене тәртіпті сақтап, тойдың соңына дейін шыдап, құлақ тұрып бізді тыңдаңыздар. Өйткені біз тамада дейтін бастықтар, басқа бастықтар сияқты ел жемейміз, жер жемейміз ағайын. Біз жесек жылқы жейміз, оғанда үркімейміз, біз жесек сиыр жейміз, оғанда түйілмейміз, біз жесек тауық жейміз, қол аяғын шауып жейміз, әйтеуір не жесек те адал еңбегімізбенен тауып жейміз ағайын. Өтері ханда, қарада, қарақшының басы қалар далада. Туған елім, туған жерім, туған тіл, осылардың алдында барлығы да садаға. Той жасап бүгін жатырсың, Ерболат дейтін ағама, осы ағамды дүниеге әкелген мың рахмет айтайын Ақжан дейтін анама. Осындай тойлар көп болсын, Сарыарқа дейтін далама, Астана дейтін қалама, гуси-гуси, га-га-га, ес хотите да-да-да, зима, халада, страшный гололед далада. Вообще неге қол соқпайсыздар, ончық бас сіздерге тамада. Менің атымнан костюм. Жұрттың бәрі шапан жауып жатыр, братчикаңыз костюм жапсын. Рахмет. Мен енді көп 50 жылдық той енді көп өткіземін ғой. Вообще тамада деген бір жағынан қиын жұмыс өзі. Мысалы, біреудің баласы үйленіп атады ғой, өзім үйленіп атқан сияқты жүремін. Мысалы, біреудің қызы ұзатып бәрі жылап сөйтіп атады ғой, мен де жылап, қимай, өзім ұзатылып атқандай жүремін. Мысалы, біреу 50-ге келе ме? Өзім 50-ге кеп атқандай жүремін. Өткенде бір сүндет той болып, жақсы, не важно енді, оның бәрін айта берсек. Сондықтан мынау 50 жасы құтты болсын деп, мынау тойдан отклонение жасамай бір шапалақ ұрып қояйық осы Ерболат ағамызға. Енді бұл кісінің атын қойған адам кім қойды сіздің есіміңізді, Ерболат аға? Папаңыз қойды не? Ерболат, ер болсын деп қойған ғой. Міне Аллаға шүкір, армияны да көрді, соғысты да көрді, үйленді. Отауын құрт, 40-та қамал алмасаң, 50-де елдің батасын алмайсың дейді. 50-де елдің батасын алып атқан Ерболат ағамыздың бұл нәтижесі сол 40-та қамалды алып, 30-да
орданы бұзғаны деп білемін мен ағайын. Енді мен сол қазір ортаға мынау тойдың төріне келесі бір ағайынды орнымызға отырайық. Ешқайда шықпай екен, қазір бата болғалы жатыр ғой. Аға, отырайық, келіңіздер, жайғасайық. Жайғасайық. Көп тойда осы қараймын, мынау ер азаматтар бар ғой, еркектер всегда вот батаға дейін шыдамайды, тұрады да кетіп қала береді. Вот мен жеңгелеріме риза боламын. Әйелдер тұрмайды, до конца отырады. Өйткені олар қорқады. Біз кетіп қалсақ, анау пакетті біреу алып кетеді деп. Еркектер неге шыға береді десек, олар технично сол пакетті машинеге тасиды екен. Но вообще мен бүгін тойда бір ерекше акцентті осы Ерболат ағамның осы жерде палчандар келген екен. Мынау ауған соғысының ардагерлері, афганцы деген ағаларыма бір шапалақ отдельно сұрағым келіпті. Міне ұлы отан соғысынан кейінгі ардагерлер, міне осы кісілер. Қай жерде отырсыздар? Қаттырақ шапалақ ұрайық осы ардагерлерімізге. Бұл кісілер елге 89 жылы оралып атқан кезде мен дүниеге келіп атқам. Құдай нәсіп етіп, мен енді осы кісілердің 50-ге толып жатқан тойларын көріп. Мен вообще осы поколение бар ғой, сіздердің қазір 50-55-ке келгендер, сіздерге ерекше риза болғым келеді. Ол кезде мен болмадым, бірақ мен сіздерге риза боламын. Қазіргі заман бізде бәрі бар. Құдайға шүкір, бізде бәрі бар. Сіздерде бұның бәрі болған жоқ, но сіздерде бірдеңе болды. Не болды? Намыс деген нәрсе болды. Сіздердің жігіттерде намыс бізде қазір жоғалып бара жатқан дүние. Ол кезде міне мен папам айтады, армияға бармау позор бопты ол кезде. Қорқып көшеге шықпайды екен армияға бара алмаған адам. 2 жылға жібереді ғой еще. Қай жаққа? Украина, Чехословакия, Германия, Польша 2 жылға армияға кетеді. Еще қалай күшті жібереді, ал шалдардан бата алып, шашын қиып, провод жасап жаңағындай. Қаз-қаз, айтсайдар. Снаряд сайын деп тұрған сияқты жағында. Не айтып жатыр едім аға. Вот армияға кететін әйтеуір 2 жылға шалдар батасын береді, елін қорғауға кетеді. Сол кездің жігіттерінің тектілігін айтамын да, последний очередь өзінің жүріп жүрген қызына келетін. Шашын қиып тастайды, пойыздың алдында бүйтіп тұрады. Ол кездің қыздарында воспитаниясы басқаша еді ғой, мына жеңгелердің. Другое было воспитание. Ол кездің қыздар никогда жігіттің көзіне тура қарай алмайды. Бүйтіп тұрады пойыздың алдында. Жігіт айтады. Көп сөйлемейді жігіттер, просто айтады. Мен кетіп баратырмын. Қай жаққа? Германияға. Қалған құтқан немістерді құртып қайтайын деп. Екеуі де үндемейді. Бір кезде қыздың көзінен, қара, қыздың көзінен жас шыға бастайды. Мұрнынан шарик шыға бастайды. Қимайды жігітінің. Но көзіне қарай алмайды жігітінің. Сол кезде жігіт неуверенный голоспен сұрайды. Не деп сұрайды? Дұрыс айтады. Күтесің ба? Вот сол кезде қыз бірінші рет басын көтеріп, жігітінің көзіне бірінші рет тураға. Сонда өзі бірінші рет көреді ананың түрін. Осы екен ғой жүріп жүрген жігітім деп. Сонда қыздардың көзінде от бар еді ғой. Бүйтіп қарайды да, достойно айтады. Күтем. Анау жігіт сол бір ғана сөз. К-Ө-Т-Е-Ң 5 әріп. Күтем деген 5 букваға дух жинайды да, дейді да, пойызға мініп, Германияға елін қорғауға кетеді. Анау қыз 2 жыл бойы күтеді. Қазір қыздар олай күте алмайды. Сосын үкімет қысқартты 1 жылға армияны. Осы күтсе екен қыздары деп. Сонда да күте алмай жатыр ғой қазір қыздар. Қазір специально қыздарын күте алмайтын жігіттерге арнап, уже военкомат 1 айлық армия шығарып қойды. Бар, мен өтірік айтып жатқан жоқпын, бар. Балаларың барып келді ме? Кәдімгідей. Еще ол күшті, бүйтіп военкоматта алысқа кетпейсің, жай забордың әр жағына шағайттап жүресің. Бүйтіп қарап қоясың, күтіп жүрме, күтпей жүрме деп. 22 күн қалды, күтші деп. Вот, намыс деген осы. Ол кезде телефон, SMS жоқ қазіргі солдаттарға ұқсап. Ол кезде казармада тығылып, мына жігіттер қыздарына хат жазатын, қарындаштың тұқылыменен гүлденген әлем, Қамарбектен Күлпашқа сәлем деп қояды. Анау қыз ответ жазады.
алая роза упала в грудь, милый Қамарбек, меня не забудь, деп қояды. Не деген любовь, не деген. Сонда анау келген хатты жігіт күнде оқымай ұйықтамайды. 2 жыл соны оқиды. Қызына деген махаббат хоть за границу болса да күшейеді. Ана жақта қызның махаббаты жігіт армияда болса да күшейеді. Уже бұлардың махаббаты армиядан бастап өмірі ажыраспайтындай махаббат болған міне сіздерде. Нағыз сапалы, нағыз качественный махаббат. Намыс деген осы деп білем міне. Мынандай ресторан керек жоқ ол кезде. Бірақ қана ресторан одноразовый палатка. 3 күн бойы қиналып, өліп талып палатканы істейді. Той басталады. Обязательно сол күні жаңбыр жауады ғой. Құяды жаңбыр. Каждый официант жүрмейді. Каждый стөлдің қасында біздің ауылда айырдың или күректің сабы тұратын. Ана болыққа су жиналады, сонымен бильярд ойнайтын бүйтіп. Натуральный, бірақ қана соқ болатын ол кезде. Юпи просто добавь воды. Алюминиевый бір фляг, 4 шелек су, 2 пәшке юпи, өмірің жұмақ болып кететін. Рас болса шапалақ, өтірік болса керек жоқ. Ностальгия ма? Ностальгия. Ол кездің әндері қандай еді? Аға, әндеріңіз сіздер билеген қандай? Қазір қараш, чип-чип-чип. Осы бір птица фабрикада жүрген сияқтысың, чип-чип. Ол кездің әндері. Мына өткенде бір ай бұрын Қорғалжының тойын басқан. Қорғалжыңды білесіздер ғой? Мен талай арғын болып барып, соңында темеш болып кетіп қалып жүрміз ғой жақта. Сол жақтың тойын басқарсам, бір ағам келді, маған айтады: тамада дейді. Сен мынау әндерді қоспа, сен біздің әндерді қос деді ғой маған. Қандай десем, біздің клубта билеген дейді. Айтсайшы енді аға, қандай десем, юмахо юмасоу дейді. Түсінгендер күліп атыр, шапалағын ұрып атыр. Сонымен айтайын дегенім, құрметті ағайындар, қазір бата сұрайық, бата. Содан кейін юмаху юмасоу қылайық. Дұрыс қой?